Жақсы досы бар адамның айнаға күні түспес. Үйіңді мейман келетіндей таза, жүрегіңді өлім келетіндей таза ұста. Кеше ақылды едім, дүниені өзгертпек болдым. Бүгін данамын, өзімді өзгертіп жатырмын. Я қалай барсың, солай көрін, я көрінгенің секілді бол. Бақытты отбасы құрудың екі шарты бар. Жақсы адамды таңдай білу және жақсы жар бола білу. Адам күлкісі арқылы тәрбиесін, күлген нәрсесі арқылы кім екендігін көрсетеді. Сізді ренжіткендерге әлі де сәлем беріп жүрген болсаңыз, бұл нағыз биіктігіңіздің көрінісі. Көршілерге тұзақ құру арыстандарға жараспайды. Тіліне әкім болмаған адамнан дос, көзіне әкім болмаған адамнан жар шықпас. Қарапайым пікірле, қарапайым қабылда және қарапайым өмір сүр. Себебі өмір де өте қарапайым. Сіз жайлы жаман ойға барған адам сізді көзімен таныпты, жүрегімен емес. Көшенің дәйдейтіне мейлі алтыннан, мейлі жүннен таспа тақ, ол бәрібір көшенің иті боп қала береді. Бір нәрсені қаласаң, адамнан сұрама. Берсе міндет қылар, бермесе күлкі. Алладан ғана сұра. Берсе нығмет, бермесе хикмет. Сөз көбейгенде мақсат ұмытылады. Бақытты күндер саған келмейді. Сен оған өзің бару керексің. Дүниедегі ең үлкен жалғыздық сені түсінгісі келмейтін адамдармен бірге болу. Жауап берместік те өзіне жарасар бір жауап. Қалтасы қалың, рухы кедей адамдардың жағдайы өте жиіркенішті. Себебі олар барлық нәрсенің бағасын біледі, бірақ қадірін түсінбейді. Шахмат ойында жаяу жолға шығып, соңында уәзірге айналады. Адам көрінісінде ештеңе айтпаса да, ішінен үнемі сөйлейді. Адам теңіз секілді, үстіңгі жағы белгілі. Ал теңіздің астында нелер сақталады? Ішінде қандай сезім болып жатыр, ешкім білмейді. Жай ғана дыбыссыз аға береді. Көз жасы әйелдің тұзағы. Күннің нұры қоқысқа түссе де айнымайды. Себебі ол нұр. Ақыл қой, нәпсі бөрі, ал иман шопан. Егер иман күшті болмаса, нәпсі ақылынан адасады. Егер біреу сізге бұрынғыдан өзгеріп кетіпсің десе, демек сіз ол ойлаған қолайлы болудан бас тартқансыз. Әйел аузын ашпағанша сұлу әрі тартымды көрінеді. Егер қолымнан бір нәрсе келеді десеңіз, онда сіздікі дұрыс. Ал қолымнан ештеңе келмейді десеңіз, онда сіздікі тағы да дұрыс. Кім болам десе сол болу ұлы адамның ісі. Қолынан келгені болу әр адамның ісі. Өз армандарыңызды орындау үшін әрекет етіңіз. Әйтпесе, өзгелердің арманын орындау үшін жалданасыз. Бақытқа жеткізетін бір есік жабылса, екіншісі ашылады. Бірақ біз сол жабылған есікке қарай беретініміз соншалық, ашылғанына мән де бермейміз. Адамның негізгі міндеті күнелту емес, өмір сүру. Ақшасының жоқтығына бәрі шағымданады, бірақ ақылының жоқтығына ешкім. Егер дұрыс пайдалана білсеңіз, өмір ұзақ та бағалы. Өзіңді өзің құрметтеу сенің басты заңың. Өзгелер мені білмейді деп қапаланба. Қайта мен өзгелерді білмеймін деп қауіптен. Ғаламда екі нәрсе шексіз. Бірі галактика, екіншісі адамның ақымақтығы. Өз нәпсісін жеңген адам барша дұшпанын жеңгеннен де мықты. Жастардың ойынша өмір ұзақ әрі тамаша.
Ал қартайғандардың айтатыны өмір көзді ашып жұмғанша өте шығады. Біліңіз, сізді ренжіткен адам сіздің жаман қасиеттеріңізді өзіне сіңіріп, өз бойындағы жақсылығын сізге береді. Өмір өзіңді табудан емес, өзіңді қалыптастырудан тұрады. 12 сағат жұмыс істеудің қажеті жоқ. Бар болғаны, баспен жұмыс істей білсеңіз болғаны. Ісім алға бассын десең, өмірде жетістікке жеткендермен бірге жүр. Ақылдылар қапаланбайды, қайта сабақ алады. Егер саған алып жүрген нәрселерің ұнамаса, беріп жүрген нәрселеріңді өзгерт. Абыройың артып, биікке көтерілгенде, достарың сенің кім екендігіңді біледі. Ал құлағанда, сен достарыңның кім екендігін білесің. Ақымақтықтың ең алғашқы белгісі ұяттан жұрдай болу. Өлімнен қорықпа, сен тіріде өлім жоқ. Ол келгенде сен жоқсың. Сізді біреудің сатып кеткені қолыңызды сындырғанмен тең. Кешіруге болады, бірақ оған құшағыңды қайта аша алмайсың. Бәрінен де тек қана өзіне бағынышты адам бақытты. Егер біреу сізді кемсітіп, өзінен төмен санап жатса, демек, сіз дұрыс жолда келе жатырсыз. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.